Өте дәмді баклажаннан ролл жасадым. Қыздар, каналымда өте оңай әрі тез жасалатын тамақтарды жасап көріп, сіздермен бөлісетін боламын. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алыңыздар. Алдымен баклажанды жуып, ұзынша кесіп алдым. Қызанақты да ұзыншалап кесіп шықтым. Салат нелісті 4-ке бөліп шықтым. Баклажанға тұз сеуіп, жақсылап араластырып 20 минутқа қойдым. Көк жуаны сосын укропты ұсақтап кесіп, қаймаққа қостым да сарымсақты майдалап кесіп, қаймаққа салып, жақсылап араластырдым. Баклажанды суға жуып, қағазға суын сорғытып алып қойдым. 2 жұмыртқаны ысымызға салып, араластырдым. Баклажанды жұмыртқаға аунатып, панировочный сухариге аунатып, қайнап тұрған майда 2 жағын қызартып пісіріп алдым. Дайын баклажанға қаймақты жағып, жапырағын салып, қызанақ салып, творожный сыр салып, орап шығамыз. Міне, баклажаннан жасалған роллымыз дайын. Видео ұнаса пікір жазып, каналға тіркеліңіздер.